Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте тәмді, нәзік, ақуызды крем мен алма қосылған бәліш дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Дәмін сөзбен жеткізу мүмкін емес, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бәлішіміздің ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, қаймақ, жұмыртқа, ас содасы, лимон және де шым-шым тұз қажет. Тұзды ұнға қосып араластырып жібердім. Және де мұздатқыштан шыққан сары майды, майымыз өте қатты болу керек. Осы ұнға былғап, үгіткіштен өткізетін боламыз. Барлық заттардың мөлшерін описанияға қалдырамын, сол жақтан көре аласыздар. Майды үгіткіштен өткізіп болғаннан кейін қамырымыз, яғни ұнымыз осындай қалыпта болуы тиіс. Және де ұн мен майға қалған заттарымызды қосамыз. 2 жұмыртқа, қаймақ және де ас содасын. Ас содасын осылай лимон шырынын біріктіру арқылы қосамыз. Егер де лимон болмаса, уксус қоссаңыздар болады. Барлық заттарымызды қосып болған соң, жақсылап араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, пищевой пленка немесе салафанға орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Және де салмасын дайындаймыз. Баяу отта майдалап туралған алмаға шамалы сары май қосамыз. Содан соң 1,5 шай қасық қант және де жарты қасық корица қосып, осы баяу отта араластыра отырып 5 минуттай істейміз. Осымен алмалы салмамыз дайын. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, формамыздың диаметрі бойынша жайып аламыз. Бұлай қолмен жаймай, бірден формаға салып жайсаңыздар да болады. Қамырымызды формамыздың шиектеріне жеткізіп, яғни бортик жасай отырып, жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін шанышқымен осылай тесіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Және де бәлішіміздің қамыры піскенше ақуызды крем дайындаймыз. Жұмыртқаның ағын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз, ағарғанша араластыратын боламыз. Және де ақуызды крем дайындау барысында миксермен ыдысымыз құрғақ болуы тиіс. Осылай ағара бастағаннан кейін қантымызды қосамыз. Қантты 3 бөліп 2-3 минут сайын қосамыз. Яғни 2-3 минуттан кейін жарты бөлігін қосып, содан соң 2-3 минуттан кейін қалған бөлігін қосатын боламыз. Жұмыртқалы массамыз өз формасын жақсы ұстағанша араластырамыз, яғни осылай аударғанда төгілмеуі тиіс. Пештен шыққан пирогымыздың астыңғы бөлігіне осылай алмадан дайындаған салмамызды салып шығамыз. Салып болған соң үстіне ақуызды кремімізді саламыз. Ақуызды кремімізді салған кезде бетін түзу етіп салуға тырысыңыздар. Ақуызды кремімізді салып болғаннан кейін үстін бір тегістеп шығамыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша үстін осылай сәндесеңіздер болады.
Бәлішімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Осымен бәлішіміз дайын. Дайындап жатсаңыздар ас болсын. Видео сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздермен бірге болған Лаура.